Ресейдегі мундиальда дүбірлі сайыс аяқталса, қазақстандық клубтар еуропалық ауылпауыттармен күш сынасса, 2004-2005 жылдары туған петропавлдық жасөспірімдер өзара мықтыны анықтауда. Егер әлемдік аренада сайыс кем дегенде бір аптаны қамтыса, осы турнир 3 күнге шақталған. Жарысқа 3 команда қатысты. Бүгін үздік 4 құрама жүлделі орындарды сарапқа салды. Алдымен қола медальдар үшін қазақ мектептерінің құрамасы авангард пен мықтыны анықтады. Бұл кездесуде айқын басымдықпен орта білім ордаларының ойыншылары басым түсті. Біз бірінші ойынды жеңіспен ойнадық. Сол ойында біз тырысып, бірақ жеңілдік. Шот 2-1 болды. Екінші ойынымыз біз Спартакпен ойнадық. Біз оны жеңдік 4-3. Ал үшінші ойынымыз болды Олимпикспен. Оларды біз 12-3 жеңдік. Ал менен бұл соңғы ойын авангардпен ойнадық. Оларды 4-0 жеңдік. Мен тырыстым, доптарды абивать еттім, және біз жеңдік. Кездесу 4-0 есебімен аяқталды. Кейін бас жүлде үшін Жеңіс спорт мектебінің қос құрамасы бақ таластырды. Айта кеткен жөн, бұл финалда 2005 жылдар 2004 жыл туғандарға қарсылас атанды. С 1 по 3 августа проходит. Турнир облыстық жарыстың қалалық кезеңі болып отыр. Ол тамыздың 1 мен 3 аралығында өтті. Барлық жүлдегерлер марапатталады. Жеңіске жеткен құрамаға кубок табысталады. Сондай-ақ аудандармен келесі сында бақ сынайтын болады. Қарсы шабуылдарда өткен ойында 1-1 құрама дес бермеуге тырысты. Алайда матч қорытындысы нәтижесінде Жеңіс 2004 командасы жеңіс тұғырына көтерілді.